Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Башыңызға қайырлы күн. Біз бүгін Адлер тауықтарымыз жөнінде айтамыз. Осы Адлер тауықтарымен қалай жаз айында миллион теңге тауығы болады, сол туралы айта кетейін. Чисті сіз бұл тауықты асырасаңыз, балапан сатпайсыз, чисті жұмыртқаның өзімен миллион теңге ақша тауығы болады. Қалай десеңіздер, мысалы, бұлардың Адлердің бір жұмыртқасының өзі 200 теңге болады. Сіз тауықтың санын бір 50 или 40 или 100 басқа ұстаудың қажеті жоқ. 10 мен 20 бас аралығында ұстасаңыз жарайды. Содан кейін атешіңіз жақсы болу керек. Атеш жақсы болса, аплод та жақсы болады. Мысалы, ертең мен алдағы 10 тауыққа 2 атеш ұстаймын, аплод жақсы болу үшін. Немесе 20 тауыққа бір 3 атеш ұстаймын. Адлер тауығын 20 тауыққа дейін көбейтуім керек. Содан кейін 3 атеш алам. Бір ұядан шыққан, сонда менде аплод жақсы болады. Бұлардың бір жұмыртқасының өзі 200-250 теңге. Әр қалада әртүрлі болады. Сол себепті бұлардың жұмыртқасы, мысалы, тауықтарыңыз енді жоқ дегенде 20 тауық асырасаңыз, жоқ дегенде күніне 15 жұмыртқа, ең болмаса 10 жұмыртқа, 16 жұмыртқа солай аласыз. 10 жұмыртқа есептейін, 10 жұмыртқаң 200 теңгеден бір күнде 2000 теңге ақша болады. Бұл енді өзіңіздің қалай сатқаныңызға байланысты, клиент тапқаныңызға байланысты болады. Және де манағыдай енді 10 күнде 20 мың теңге болады ғой да, 2000-нан 20 мың теңге болса, солай жайлы ақшаңыз көбейе береді. Және де жеміңізде болады, миллион теңгеде тауық болады екен. Мен кеше есептеп қарадым, сіздер есептеп қарасаңыздар да болады. Сол енді алдағы уақытта солай табан ба деген ой бар менде де. Жалпы ең бірінші тауықты мен бастағанда хобби ретінде ұстағам. Содан кейін жайлап ютубтың арқасында ақша табу керек екенін түсінгеннен кейін осындай породисті тауықтарға көштім. Соның арқасында енді ала бұйыртса миллион теңге табам деген ойдамын осы тауықтардың арқасында. Главный, тауықтарыңыз ауырмау керек. Тауықтардың витаминіне, жеміне ақшаңызды үнемдеудің қажеті жоқ. Ақша үнемдеп, манағыдай тауықтарыңыз ауырған жағдайда емдемесеңіз, алдын ала әрекет жасамасаңыз, онда сізге миллион теңге түгілі 10 теңге или 1 теңге ала алмайсыз бұл тауықтардан. Сөздің шыны керек. Сол үшін тауықтардың еміне, жеміне, витаминдеріне ақшаны аямағаныңыз жөн болады. Сол кезде тауық сізге өзінің пайдасын көрсететін болады. Сонымен қатар австралок породысында айта кетейін. Кеше сіздердің арқыларыңызда бір тауығым аяғына тұрды. Жайлап басып келе жатыр. Кеше аластадым ғой ішінде, міне. Мінекей, твей аяғынан тұрды. Жеңіз сойып тастағанда ема ол болады меттінаған. Көріп отырсыз ғой, жайлап көтеріліп бет, басып бет аяқтар, міне. Жемін жеп жайлап, міне, твей. Түкіріп қойыңыздар. Көп жүре алмайды бірақ. Бұл тауықтар менде пайда тауық болады. Бұл енді Адлерге қарағанда сирек кездесетін тауықтардың бірі. Бұның тауықтың жұмыртқасы минимум 200 мен 250 теңгенің аралығында 300-ге дейін сатуға болады. Енді дефицит сияқты қылып кішкене жұмыртқасын манағыдай қарайсыздар ғой. OLX-ті ашыңыздар, группаларға кіріңіздер, қарайсыздар бұның тауықтың жұмыртқасы сатып жатыр ма, сатып жатқан жоқ па. Сатпаған жағдайда сіз сатыңыз, манағыдай жарнаманы күшті қылып жазсаңыз, бұл тауықтың жұмыртқасын минимум 300 теңгеге дейін сатуға болады. Алла осы енді көреміз осымен де. Мынадан енді пока айта алмаймын. Қанша пайда түседі, менде әлі 3 тауық бір атеш қой. Бұның басында 10 тауық 2 атеш алсам, нормально сонда кезде пайда болады маған. Қазіргі видео осы. Келесі видеода көріскенше сау саламатта болыңыздар.